Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Эльмира Food блогер. Менің YouTube арнам подписаться етіп, колокольчикті басып, все батырмасын басып кетсеңіздер. YouTube арнамдағы рецептілерді ең бірінші сіздер болып көретін боласыздар. Бүгін сіздермен молочная девочка рецептісімен бөлісетін боламын. Полный обзор от и до. Бұл менің клиентімнің заказы. Соны видео ретінде түсіріп, сіздерге дайындап қойған ретім бар. Осындай оформленісімен әдемі, биіктігі 15 сантиметр торт. Немересіне заказ берген. Немересіне өте ұнады. Осының отзывын менің инстаграм парақшамда көрсеңіздер болады. Және де инстаграм парақшама жазылып кетсеңіздер. Бізге керегі 3 жұмыртқа, яғни жұмыртқа үлкен болу керек категориясы. Егер де кішкентай жұмыртқа болса, 4-5 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Осындай 3 жұмыртқамызды миксермен үлкен скоростта әбден көпіртіп араластырып аламыз. Яғни жақсылап көпіртіп араластыру керек. Міне жұмыртқамызды осылай араластырып алдық. Енді бұған біздер сгущенкамызды қосамыз. Мен осындай сгущенка қолданамын. Ал сіздер қандай сгущенка қолданасыздар, соны комментарияға жазып кетсеңіздер, яғни бөлісіп кетсеңіздер. Осылай сгущенкамызбен жұмыртқаны бір келкетіп араластырып аламыз әбден. Яғни бірдей масса болып шығу керек. Массамыз осындай міне сұйық болып шығады. Енді осының үстіне дайындап қойған ұнымызбен қопсытқышымызды салатын боламыз. Осылай ұнымызды салып, оның үстіне разрыхителімізді саламыз. Және осы екі құрғақ массамызбен жаңағы массамызды бәрін бір келкетіп араластырамыз. Алдымен жай скоростта араластырамыз, себебі ұнтақ болғасын жан жаққа шашырап кетеді. Жаймен скоростты қосып араластырсаңыздар болады. Және көп араластырудың қажеті жоқ, массамыз отырып қалуы мүмкін. Яғни піскен кезде ол көтерілмей қалады. Осылай тез араластырып аламыз да. Міне уже массамыз осындай болып дайын болады. Айналасын жинақтап аламыз. Міне менің массам осындай дайын болды. Пешімізді алдымен қыздырып аламыз, қыздырып қоямыз. 180-200 градусқа, яғни өздерінің пештеріңіздің несіне байланысты қоясыздар градусын. Әркімде әртүрлі болады. Кольцомызды диаметрін келтіріп аламыз. Және бұның астына пергамент қағазын төсейтін боламыз. Оны да дайындалатын кожамыздың диаметрімен қиып, қанша кож шығады, сонша қағаз қиып аламыз. Менде 12 кож шықты, соған байланысты 12 қағаз қиып алдым. Енді дайын тұрған осындай массамызды осыған қиып шығамыз. Кольцомыздың диаметрін келтіріп алдық. Өздеріңіз қандай диаметр деп дайындайсыңыз, сондай диаметр келтіріп алсаңыздар болады. Әр қайсына 2-3 қасықтан құйып, тегістеп жайып шығамыз массамызды. Жайып болған соң қызып тұрған пешімізге 5-7 минут пісіріп аламыз. Қарап қойыңыздар, күйіп кетпесін, тез піседі, өте нәзік. Міне мен бірінші кожым уже пісіп дайын болды. Жайлап қағаздан ажыратып аламыз, сынып кетпесін.
әрқайсысы осылай пісіріп шығамыз. Көріп тұрғандай міне менің корждарым дайын болып қалды. Осылай әрқайсысын пісіріп аласыз пешке. Коржымыз дайын болғаннан кейін енді креміне көшетін боламыз. Кремге мен осындай сливке қолданамын, БМК деген. Сіздер қандай сливке қолданасыздар, соны комментарий жазып кетсеңіздер. Натуральный сливке қандай сливке қолдансаңыз соны жазып кетсеңіздер болады. Коржының арасына жағатын крем дайындайтын боламыз. Осындай таза құрғақ ыдысымызға сливкемізді құйып аламыз. Құйып алғаннан кейін кремімізді миксерлейтін боламыз, және жоғары скоростта миксерлеген жақсы. Тездетіп миксерлесеңіз тез дайын болады. Скоросты жақсы болу керек миксерлеріңіздің. Осындай міне қою масса болып шығады. Осының үстіне қазір сахарный пудрамызды, яғни ұнтақталған шекерімізді салатын боламыз. Крем дайын болды. Енді тортымызды жинауға көшеміз. Осылай кальцомды қойып аламын. Мен биік торт болғасына аттестатты пленка қолданамын. Яғни тортының формасын сақтау үшін, қисайып кетпес үшін. Осылай коржымызды салып, әр коржының арасына 2-3 қасық кремнен салатын боламыз. Тегістеп айналдырып жағып шығамыз. Жақсылап тегістеп айналдырып жағып шығамыз осылай. Сөйтіп бірінің үстіне бірін сөйтіп қойып шығамыз. Міне тортымыз черновой варианты дайын болды. Енді бұны мұздатқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Енді сыртқы кремін дайындайтын боламыз. Сыртқы креміне сливки, творожный сыр және сахарный пудра керек. Сливкемізді құйып, осылай миксерлеп аламыз. Сәл сливкеміз қоюланды. Енді осының үстіне сахарный пудрамызды шамалап салып араластырамыз тағы да. Креміміз дайын болып қалды. Енді осының үстіне творожный сырымызды саламыз. Міне массамыз дайын болды, креміміз. Енді өздеріңіз қалауынша бояғыш қосасыздар. Қандай түс қалайсыз, сондай бояғыш қоссаңыздар болады. Менің клиентім сұрау бойынша розовый түс сұрады. Сол розовый түсті краскасын құйып, розовый крем жасап жатырмын. Креміміз дайын болды. Мұздатқыштағы дайындап қойған тортымызды алып шығамыз да сыртындағы пленкасын алып тастаймыз. Менде осындай биік торт болып шықты. Енді осыны үстіне, осы торттың үстіне жаңағы дайындаған кремімізді жұқалап тегістеп жағып шығамыз алдымен. Мұздатқышқа тағы да 10-15 қойып аламыз да 10-15 минуттан кейін осылай сыртына қайтадан қалған кремімізді жағып тегістеп жағып шығамыз. Үстіне осындай гимнастика образындағы қыз бейнесі және қасында өзінің керек жарақтары. Осы видеоны достарыңызбен, жақындарыңызбен бөліссеңіз болады. Және мені инста парақшам Cooking Mir парақшама тіркеліп кетсеңіздер. Менде қазір 10% жеңілдіктер болып жатыр. Заказ беріп үлгеріп қалыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.